Бәрге сәлем. Бүгін тағы да автосубтитр болады. Қазақ тілін автоматты түрде видеоға қосу міне дәл осылай. Сосын сіздерге бұны Premiere Pro'да көрсетем, себебі Premiere Pro'да да автосубтитр бар. Бірақ қазақ тілін қолдамайды. Соны қазір жасап көрем. Мен бірінші рет жасап отырмын. Барлығы дәл осы уақытта, реальный уақытта жасалады. Сосын достар, сосын кадрларды қиып, қалай не істеу керек? Негізгі логика былай. Видеоға монтаж жасаймыз. Видео монтаж жасағаннан кейін онда MP3, яғни аудиоға жібереміз. Сосын біз білетін сабтайтл эдитке жібереміз аудио түрінде. Ол бізге SRT форматты береді, субтитрді. Сосын оны импорттаймыз. Импорттаймыз ғой, дұрыс қой. Premiere Pro'да все. Барлығы дәл баяғыдай. Бірақ сізге қазір ортасындағылар қиып тастау, солынан көрсетем. Барлығы білет деп ойлаймын, қалай монтаж жасау керек екен Premiere Pro'да. Мына жерде қию керек. Қиятын жер Ctrl-X. Все. Қиып тастадым. Міне болды, осылай монтаж бітті бізде. Уже кадрды қиып тастадым мен. Экспорт дегенге келеміз. Бізге MP3 форматта жіберу керек бұны. MP3. Бастау. И экспорт. Все. Subtitle editке кіреміз. Мұрнымыз сүңгіріп алу керек. Қайтадан байттан видео дегенге басамыз. Сосын audio to voice caldi дегенде басамыз. Audio to text дегенде. Сосын жерден add деймін. Міне бастау MP3. И generate. Генерация жасаймыз. Сол дәл қайтадан сол жерге барады. Бастау. Міне бастау бір SRT бізде пайда болды. Бізде мына жердегі text max деген керек емес. Просто мына жерде файл деген бар. Импорт дейміз. Сосын бағанағы жердегі бастау бір SRT форматты аламыз. Открыть дейміз. Сосын мына жерден былай қосамыз. Сосын мына жердегі timeline start деген, яғни бастапқы жаққа барады. Окей дейміз. Болды. Бізде міне бәріне сәлем. Бүгін тағы да достар, осымен видео аяқталды. Барлығында бір ғана логика жасайды, жұмыс жасайды. Егер сізді SRT импортировать етілетін болса, смело. Все. Жасай бересіз осылай, дәл солай. Сабтайтлға кіресіз, ол жерден даусыңызды жазып аласыз. Сосын осы Premiere Pro'ға қоясыз. Бұл ыңғайлы деп ойлаймын. Главный негізгі, ең бірінші сізге өзіңіздің толық видеоңызды редактировать етіп алып, сосын оны MP3-ге көшіріп, екен видеоға көп уақыт кетеді, ал MP3 тез жасайсыз. Сосын оны сабтайтлға эдитке қоясыз, субтитр аласыз, қайтадан қоясыз. Осылай жасалады. Егер ішінде болса өте ыңғайлы болатын еді, сіз кез келген уақытта ешқайда шықпай жасайтын едіңіз. Бірақ та бізде осындай жағдай. Сол себепті достар, каналға тіркелейік, лайк басайық, комментарий жазайық. Сізбен бірге болған мен, Дәуіт Сұраған. Пока.